Бір сәтті елестетіп көріңіз. Сіз бақшадағы қатарға жақындайсыз. Жасыл жапырағынан ұстап, сәбізді жайлап тартып шығарасыз. Қолға түскені жай ғана сәбіз емес, мінсіз түйнек. Ұзын, түзу, қанық қызғылт сары. Дәл базардағы ең әдемі сәбіздей. Беті тегіс, ешқандай бұтағы жоқ. Формасы да сүп сүйкімді. Мұндай сәбіз әр бағбанның арманы. Бірақ шындыққа келсек, бәрі әрдайым осылай бола бермейді. Кейде жерден журналдағы суреттегідей емес, бір түрлі қисық, бірнеше құйрықты, жарылған, бұтақтанып кеткен сәбіз шығады. Мұндай сәбізді аршудың өзі қиын. Салатқа өккенде де әбігерге түсесіз. Халық арасында мұны сәбіз мүйізденіп кеткен деп айтады. Көп адам мұндайда тұқымға кінә артады. Сорт дұрыс емес дейді. Тіпті айдың фазасына дейін қарап кетеді. Бірақ тәжірибеме сүйеніп айтарым, мәселе тұқымда емес. Жылдар бойы бақшада еңбек етіп, бір нәрсені анық түсіндім. Сәбіздің түзу шығуы сортқа емес, топыраққа және себу уақытына байланысты. Егер сіз шынымен әдемі, түзу сәбіз өсіргіңіз келсе, кездейсоқтыққа сенуді қойып, екі негізгі нәрсені түсіну керек. Біріншісі, топырақты дұрыс дайындау. Екіншісі, дұрыс уақытты таңдау. Бастапқыда мен де көпшілік сияқты қателестім. Үлкен сәбіз керек пе? Көбірек тыңайтқыш бер деп ойлайтынмын. Көңді де, минералды тыңайтқышты да аямай салдым. Ал күзде жерден алғаным сәбіз емес, бір-біріне оралып қалған жыландар шоғыр сияқты нәрсе. Көп бұтақты, қисық, тіпті ұстауға қорқасым. Сонда барып, бір маңызды шындықты түсіндім. Сәбіз қорек туралы емес, сәбіз еркіндік туралы. Яғни, оның төмен қарай еркін өсуі туралы. Сәбіздің тамыры алғаш шыққанда өте нәзік, жімішке жіп сияқты болады. Сол жіп табиғаттың бұрғысы сияқты. Ол суға қарай тура төмен өседі. Бірақ жолында кедергі кездессе ше, кішкентай тас, қатты топырақ немесе қопарылмаған тығыз қабат болса, тамыр өте алмайды. Сол кезде ол айналып өтудің жолын іздейді. Осы сәтте тамыр 2-ге 3-ге бөлініп кетеді. Міне, қисық сәбіз осылай пайда болады. Сондықтан мен әрдайым айтамын. Жеңіл борпылдақ топырақ кез келген тыңайтқыштан әлде қайда маңызды. Егер топырақ жұмсақ, ауасы бар болса, тамыр майға кірген пышақтай омай өтеді. Енді оны қалай жасауға болады? Жай ғана тырмамен үстін қопсыту жеткіліксіз. Егер ұзын, әдемі сәбіз алғыңыз келсе, топырақты терең өңдеу керек. Менің ережем, топырақ кемінде 35-тен 40 сантиметрге дейін кереңдікке дейін жұмсақ болуы тиіс. Халықта да айтады ғой, қанша перең қазсам, сәбіз сонша ұзын болады. Егер жеріңіз ауыр, балшықты болса, жаңбырдан кейін тас сияқты қатып қалса, нәтиже күтпеңіз. Мұндай топыраққа міндетті түрде құм немесе шіріген органика қосу керек. Мақсат, су құйғаннан кейін де топырақ тығыздалып қалмай, борпылдақ күйінде қалуы. Енді ең маңызды әрі көп адам қателесетін нәрсе – жаңа көн. Есімізде сақтамыз, жаңа көн мен сәбіз мүлдем үйлеспейді. Бір рет өзім де солай істеп көрдім. Нәтижесі өте нашар болды. Сәбіз түгілдей бұтақтанып, қисайып кетті. Халық бекер айтпайды. Сәбіз көнді ұнатпайды, бұтақтанып кетеді. Жаңа көн тамырдың ұшын күйдіріп, оны бұтақтануға мәжбүр етеді. Егер жерді тыңайтқымыз келсе, оны 1 жыл бұрын жасамыз, немесе толық шіріген компост қолданыңыз. Бірақ жақсы топырақ бұл тек жартысы ғана. Тағы бір маңызды әдіс бар. Бірдей кереңдік технологиясы. Көп адам жай ғана жыра жасап, тұқымды сеуіп кете береді. Бірақ жыраның түбі әртүрлі болса, тұқым әртүрлі тереңдікке түседі. Бірі ерте шығады, бірі кеш. Күштілері әлсіздерін басып тастайды. Мен қалай істеймін? Себер алдында жыраның түбін тақтаймен немесе саппен сәл нығыздап шығамын. Сонда барлық тұқым бір деңгейде жатады. Идеал тереңдік 1,5-тен 3 сантиметрге дейін. Тым терең болса, көктеп шыға алмайды. Тым үстіңгі болса, күн мен жел кептіріп жібереді. Жылдар бойғы тәжірибемнен айтарым. Сәбіз сіздің еңбегіңіздің айнасы. Жерді дұрыс дайындамасаңыз, қисық сәбіз аласыз. Ал жақсы дайындасаңыз, мінсіз өнім аласыз. Тағы бір маңызды нәрсе. Сәбізге артық тыңайтқыштан гөрі ауа маңызды. Егер жеріңіз ауыр болса, және оны жақсарта алмасаңыз, қысқа, жуан сорттарды таңдаңыз. Олар тығыз топыраққа төзімдірек. Ал егер ұзын, әдемі сәбіз өсіргіңіз келсе, ұраныңыз, тереңдік, борпылдақтық және тағы да борпылдақтық. Енді екінші маңызды тақырыпқа өтейік. Себу уақыты. Көп адам ойлайды, ертексең, ерте жейсін. Бірақ шын мәнінде, уақыт сәбіздің формасына,
ұзындығына, тіпті денсаулығына әсер етеді. Бақылап жүріп бір нәрсені түсіндім. Күнтізбе жай ғана дата емес, бұл құрал. Көктемде күн жылына бастаса болды. Бәрі тұқым алып жүгіріп шығады. Бұл түсінікті, бірақ ерте себудің кемшілігі бар. Ерте көктемде сәбіз жазда жеп қоюға жақсы, бірақ сақтау үшін және әдемі форма үшін ол ең жақсы уақыт емес. Себебі суық топырақта өскен сәбіз күйзеліске түседі. Температура 18-ден 25 градусқа дейін жетпесе, тамыр дұрыс дамымайды. Мен байқағанмын, сәуірдегі суық жерге егілген сәбіз күзде қисық, бұдыр болып шығады. Ал енді көпшілікке біртүрлі көрінетін, бірақ өте тиімді тәсіл маусым айында себу. Дәл солай. Маусымның басы немесе ортасы. Бұл кезде көршілер арамшөп жұлып жүргенде сіз енді ғана егесіз, бірақ мұның артықшылығы көп. Біріншіден, сіз сәбіз шыбынынан қорғанасыз. Бұл зиянкес сәбіздің ішін жеп бұзады. Ал маусымда оның негізгі кезеңі өтіп кетеді. Екіншіден, топырақ толық қызған болады. Микроорганизмдер белсенді жұмыс істейді. Сәбіз тез әрі бір қалыпты өседі. Халықта да айтады, кешексең сәбіз ұзын болады. Бұл рас. Өсу тоқтамай бір қалыпты болса, сәбіз түзу әрі әдемі болады. Маусымда ексеңіз, жинау қыркүйек қазанға қалады. Бірақ мұндай сәбіз әлде қайда жақсы сақталады. Ал қыс алдында егу, күздік себу туралы айтайын. Бұл әдіс ерте өнім береді, бірақ ұзақ сақталмайды. Қатты қыс болса, тұқым үсіп кетуі мүмкін. Көктемде топырақ тығыздалып, сәбіз қисық шығуы мүмкін. Сондықтан бұл тәсіл тәжірибелі, тәуекелге дайын адамдарға арналған. Мен өзім үшін ең ыңғайлы тәсілді таптым. Сәбізді бір күнде түгел сеппеймін, бөліп егемін. Кішкентай бір қатарды сәуірде егемін. Ол жаз ортасында үйдегілерді алғашқа тәтті сәбізбен қуанту үшін ғана. Ал негізгі өнімді қыста сақтайтын мол қорды мамырдың соңы немесе маусымның басынан ерте екпеймін. Дәл осы әдіс маған жақсы нәтиже береді. Өйткені сәбіз үшін уақыт дегеніміз жай ғана күнтізбедегі күн емес. Ол топырақтың жылуы, ауа райының тұрақтылығы және зиянкестердің азаюы. Сіз топырақты жақсы дайындадыңыз, жерді жұмсақ қылдыңыз. Енді дұрыс уақытты күттіңіз делік. Бәрі дайын сияқты көрінеді, бірақ дәл осы жерде көп адам қателеседі. Енді екі маңызды нәрсе туралы айтайық. Біріншісі суару, екіншісі арақашықтық сақтау. Алдымен суарудан бастайық. Көп бағбан не істейді? Кеш сайын үстінен аздап су сеуіп қояды. Жердің кеті дымқыл болса болды деп ойлайды. Бірақ бұл үлкен қателік. Сәбіз тереңдегі суды жақсы көреді. Оның табиғаты сондай. Тамыры төменге қарай ылғал іздеп өсуі керек. Ал сіз тек үстіңгі 2 сантиметрді ғана суласаңыз, сәбізді жалқау қылып қоясыз. Тамыр төменге не үшін өседі? Су бетінде тұр ғой. Сонда ұзын түзу сәбіздің орнына қысқа жуан сәбіз аласыз. Менің ережем қарапайым. Сирек суар, бірақ мол суар. Су топырақтың кем дегенде 20-25 сантиметр тереңдігіне жетуі керек. Сонда жердің беті сәл құрғай бастағанда, сәбіздің тамыры ылғал іздеп төменге қарай жүреді. Дәл осы нәрсе оны ұзын әрі түзу қылып өсіреді. Бірақ бір нәрсені ұмытпаңыз. Сәбіз су режиміне өте сезімтал. Егер жерді әбден құрғатып жіберіп, кейін бірден көп су құйсаңыз, сәбіз жарылып кетуі мүмкін. Керең жарықтар содан пайда болады. Сондықтан суаруда тұрақтылық керек. Бірде құрғақ, бірде көл қылып жіберуге болмайды. Енді арақашықтық туралы сөйлесейік. Қалың себілген сәбіз әдемі өнімнің ең үлкен жауы. Тұқым тым жақын түссе, әр сәбіз тіршілік үшін күресе бастайды. Тамырлар бір-біріне тиеді, шырмалады, бір-біріне кедергі жасайды. Мен өзімде бұрын артық өскінді жылуға қимайтынмын. Көп болса, өнімде көп болады деп ойлайтынмын. Бірақ олай емес. Тығыз жерде сәбіз ұсақ, қисық және бұтақты болып өседі. Ең жақсысы, тұқымдардың арасы 2-3 сантиметр болғаны. Мен сәбізді міндетті түрде 2 рет сиретемін. Бірінші рет, нағыз екінші жапырағы шыққанда. Ол кезде өскіндердің арасын 1-2 сантиметр қалдырамын. Екінші рет, сәбіз қарындаштай болған кезде. Сол кезде арақашықтықты 5-7 сантиметрге дейін кеңейтемін. Есімізде болсын, кейін қиналып сиреткенше, басында сиректеу сепкен дұрыс. Әрбір жылу, әрбір абайсыз қозғалыс нәзік тамырға әсер етуі мүмкін. Ал зақымданған тамыр кейін бұтақтанып кетеді. Сондықтан бұл жұмысты асықпай, ұқыппен жасау керек. Уақытыңызды үнемдегіңіз келсе, жақсы әдіс бар. Сәбізді қағаз таспаға сеуіп көріңіз. Дайын таспаларды сатып алуға болады. Немесе өзіңіз де жасай аласыз.
Дәретхана қағазын ұзын жолақ етіп қиып, тұқымдарды ұннан жасалған желіммен белгілі арақашықтықта жабыстырып шығасыз. Бұл әдіс тұқымды біркелкі орналастыруға көмектеседі, кейін сирету де азаяды. Егер жеріңіз ауыр болса, немесе жер асты суы жақын жатса, биіктетілген жүйек жасаған дұрыс. Мен байқағаным, биік жүйекте сәбіз жақсырақ өседі. Өйткені су төменге оңай кетеді, ал тамыр соның артынан тереңге ұмтылады. Есімізде болсын, түзу сәбіз кездейсоқ шықпайды. Ол сіздің күтіміңізбен дұрыс бағытыңыздың нәтижесі. Сәбізге жеткілікті орын беріңіз, суды тереңнен іздеуге үйретіңіз, сонда ғана мақтанатындай өнім аласыз. Енді халық арасындағы кеместер мен сенімдерге тоқталайық. Жылдар бойы бақшада жүріп, талай ақыл естідім. Кейбірі өте орынды, кейбірі жай ғана әдемі әңгіме. Бірақ әр кеңестің түбінде бір шындық бар ма, соны ажырата білу керек. Кейбіреулер, сәбізді ай күнтізбесімен ексең, түзу болады дейді. Шынымды айтсам, айдың фазасы тамырдың жолында тас кездесе ме, кездеспей ме, оған тікелей әсер етпейді. Бірақ мұнда бір қызық нәрсе бар. Ай күнтізбесіне қарайтын адам көбіне тәртіпті болады. Ол тұқымды қалай болса солай шашпайды. Жерін дайындайды, уақытын күтеді, суарады, арам шөбін жылады. Яғни нәтиже айдан емес, адамның тәртібінен шығады. Сондықтан мұнда басты құпия тәртіп. Тағы бір кеңес бар. Жерді ұн сияқты елеп дайындасан, сәбіз көрмедегідей болады. Міне, бұған толық келісемін. Егер топырақтан тас, қатты кесек, тамыр қалдығы сияқты ұсақ кедергілерді алып тастасаңыз, сәбіздің қисық өсуіне себеп азаяды. Жерді 25 сантиметр тереңдікке дейін елеп шығу оңай жұмыс емес, бірақ нәтиже өте жақсы болады. Сәбіз төменге еш кедергісіз өседі. Тағы бір белгілі әдіс сәбіздің қасына пияз егу. Бұл да өте дұрыс кеңес. Пияздың иісі сәбіз шыбынын үркітеді, ал сәбіздің иісі пияз шыбынына ұнамайды. Екеуі қатар өссе, бір-бірін табиғи түрде қорғайды. Егер сәбіздің тамырын зиянкес жемесе, ол сау, бүтін және түзу болып өседі. Кейде қарапайым халықтық әдіс химиялық дәрденде пайдалы болады. Ал енді тағы бір даулы пікір. Ерте егілген сәбіз қисық болады, кеш егілгені түзу болады. Менің тәжірибемде бұл жиі расталды. Себебі ерте көктемде топырақ әлі суық, ауа райы тұрақсыз. Сәуірде еккен сәбіз кейде суыққа, температураның күрт өзгеруіне ұшырайды. Ал өскіннің алғашқы 2 аптасы өте маңызды. Осы кезде стресс болса, тамырдың өсу нүктесі зақымданып, кейін сәбіз қисық болып кетуі мүмкін. Ал мамырдың соңы немесе маусымда егілген сәбіз жылы, жұмсақ, тұрақты топырақта өседі. Ол тоқтамай бір қалыпты дамиды. Сондықтан формасы да әдемірек болады. Халық кеңестерін тыңдағанда, оның ішіндегі логиканы іздеңіз. Ырымның бәрі сиқыр емес. Көбісі ұзақ жылғы бақылаудың нәтижесі. Енді бәрін қысқаша қорытындылайық. Түзу, ұзын, кегіс сәбіз алу үшін ерекше құпия дәрі немесе сирек сорт қажет емес. Ең бастысы тәртіп және өсімдіктің қалай өсетінін түсіну. Бірінші, кереңдік. Жерді кемінде 1,5 күрек бойы қопсытыңыз. Болашақ тамырдың жолында таста, қатты кесекте қалмасын. Екінші, топырақтың құрылымы. Жер жеңіл, жұмсақ болу керек, ауыр болса, құм қосыңыз. Бұл сәбізге өте пайдалы. Үшінші, суару. Үстінен аздап бүркіп қоюды ұмытыңыз. Сирек, бірақ керең суарыңыз. Тамыр ылғалды төменнен іздесін. Төртінші, уақыт. Негізгі өнімді мамырдың соңы немесе маусымның басында егіп көріңіз. Айырмашылығын өзіңіз байқайсыз. Бесінші, жаңа көңге тиім. Сәбізге жаңа көң салмаңыз. Бұл ережені бұзсаңыз, сәбіз бұтақтанып қисайып кетуі мүмкін. Ең басты ой мынау. Егер тамыр жолында кедергі кездестірсе, ол бөлініп кетеді. Сондықтан оның жолынан барлық кедергіні алып тастаңыз. Қатты топырақты да, артық суды да, суықты да. Сәбізге жеңіл, еркін, бір қалыпты өсуге жағдай жасаңыз. Сонда күзде себетіңізді алып бақшаға шыққанда, жерден алған әрбір сәбізіңіз сізге қуаныш сыйлайды. Әдемі бақша дұрыс білімнен және әр ұсақ нәрсеге көңіл бөлуден басталады. Биылғы сәбізіңіз ұзын, түзу әрі мол болсын.